Кайырлы таң, Нью-Йорк. Тағы бір тамаша күніміз басталды. Аспанда аздаған бұлт бар екен. Өрмекші адамның саңғилы ерліктері жұртшылық арасында қызу пікірталас тудыруда. Американың заң жүйесіне сотсыз жаза қажет пе? Өрмекші адам ба? Өткенде ол Манхэттен көпірінде 10 шақты адамды құтқарды. Қоңырау шалыңыздар. Меніңше өрмекші адам болмаса қылмыс өршіп кетер. Ол әкелген шығынды кім өтейді деп ойлайсыз, а? Сіз бен біз сияқты салық төлеушілер. Сен жасадың ба? Иә. Қойшы, бұл жел турбинасы ғой. Шынымен сен бе? Сенбейін. Бұл деген керемет қой. Жап-жаңа болды. Шығарып салайын ба? Атың кім? Хорхе. Хорхе? Ал мен өрмекші адаммын. Ол барда балаларым үшін қақталаңдай. Полицияға кедергі жасамай аулақ жүрсін. Қалада бірнеше өрмекші адам бар дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Біреу ме әлде бірнеше ме? Бетперде жамылып жүрген кім екенін білгім келеді. Қатты ұқсайсың. Рахмет. Бізге Макс телефон соғып тұр. Ол өрмекші адамды танимын дейді. Өрмекші адамды орынсыз ғайбаттағандарың мені қатты қынжылтады. Ол өте жақсы адам. Ол бізді қорғап жүр. Мені де ажалдан алып қалды. Тіпті ажырамас дос болып қалды. Садап жіберші. Ей, өрмекшісің ғой. Иә, өрмекші адам. Мен өрмекші адаммын. Өрмекші адам полиция емес, өрт сөндіруші емес. Олардың жұмысын араласуға кім рұқсат берді? Сәлем. Қайда жүрсің? Питер балам. Кіруге бола ма? Жоқ. Питер, емтиханы 9-да басталады. Сосын машинаңды жөндеуге апарып кетесің. Есіңде ме? Есікті қазір ашам. Майда тез күте тұрыңыз. Қазір ашам, қазір. Питер, тез есікті аш. Жоқ, кіруші болма, майда те. Крем. Я білемін. Сәл күте тұршы. Машинада істемей тұр әне. Жай ғана мені күтуші. Құдай үшін аш енді, Питер. Есіңнен шығып кетті ме әлде? Не болған? Ештеңе? Бәрі жақсы? Жай, мен жалаңаш жатырмын. Бетіңдегі жағылған не күйе? Күйе? Иә? Иә, мұржа тазалап келдім. Мұржа жоқ қой бізде. Солай де. Кешіктің. Білем, кешіктім. Айттым ғой, шық тез арада. Жылдан тұр. Өзің шыға тұршы. Жарайды, мен Мен оны шығайын. жөндейін деп едім. Қайырлы таң, сені жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем, кездес. Осы жақсы шығар.